Сәлем оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бір бағытта қуып жету қозғалысына берілген есептер. Сен бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығаруды үйренесің. Бірінші сабағымыз, бірінші есебіміз. Мұқият қараймыз. Қосымша ақпарат көздерімен жұмыс жаса. Өзендегі су тасқыны қолайсыз жағдайлар туындатуы мүмкін. Сондықтан жағалауға жақын орналасқан тұрғындар олардың алдын алу үшін түрлі шаралар қолданады. Қазақстан аумағында қандай өзендер ағып өтетінін білесің дейді. Олардың ұзындықтарын анықта. Мысалға жазатын болсам, Ертіс. Бұл өзеннің ұзындығы 4254 километр. Келесі, Сырдария. Бұл өзеннің ұзындығы бізде 2219 километр. Келесі, Тобыл деген өзеніміз бар. Бұл өзеннің ұзындығы 1591 километр. Кешіресіздер, қалам жазбай жатыр. Іленің ұзындығы 1439 километр. Келесі, Шу өзені. Шу өзенінің ұзындығы 1186 километр. Келесі, Нұра өзені. Нұра өзенінің ұзындығы 978 километр. Жазып алайық оқушылар. Келесі екінші есеп. Сел болған жағдайдағы жаттығу жұмысы өткізу үшін балалар стадионға жиналулары тиіс. Арман мен Серік бір уақытта үйлеріне шығып стадионға қарай бет алды. Балалардың үйлерінің арасы 200 метр. Арман алысырақ тұрады, оның жылдамдығы 75 метр минутына, Серік 75 минутына метр. Енді жылдамдықпен жүрді. Арман қанша уақыттан кейін Серікті қуып жетті дейді. Ол үшін біз алдымен 175-тен азайтуымыз керек 75-ті. Яғни жылдамдықтарын азайтамыз. Сонда 100 метр бөлінген минут болады. Келесі, қанша уақыттан кейін деп тұрғаннан кейін барлық ұзындық 200 ғой. Сол 200-ді 100-ге бөлеміз. Бізде формула бар еді ғой, S тең VT деген. Яғни осыдан уақытты тауып алуымыз үшін біз мына жолды жылдамдыққа бөлуіміз керек. Сонда біздің жолымыз 200 метр ғой, өзі айтып тұр. Енді осыны мына жылдамдыққа бөлеміз 100-ге. Енді сол 200-ді бөлеміз жаңағы 100-ге. Сонда бізде жауап шығады 2 минут. Келесі, Арман мен Серік бір уақытта үйлеріне шығып стадионға қарай жүрді. Балалардың үйінің арасы 200 метр, дәл жаңағындай. Арман алысырақ тұрады, оның жылдамдығы 75 метр. Яғни егер Арман Серікті 2 минуттан кейін қуып жеткен болса, Серік қандай жылдамдықпен жүрді дейді. Бұл есепті біз жаңағы есеп, бірақ керісінше түрі. Бұл есептің шешуінде біз қалай жасаймыз? 200-ді бірінші бөлеміз нешеге? 2-ге. Өйткені біз жылдамдығын тауып алуымыз керек. S тең VT формуласы бойынша жылдамдықты табу алу үшін S-ті T-ға бөлеміз. Енді осыдан 200-ді 2-ге бөлсек 100 шығады. Бұл жылдамдық. Енді 75-тен 100-ді азайтамыз. 75-тен 100-ді азайтамыз. Сонда 75 шығады. Келесі, мына Серіктің жылдамдығы 75 метр минут. Әсінші есепке керек. Арман мен Серік бір уақытта өз үйлеріне шығып стадионға қарай жүрді. Арман алысырақ тұрады, оның жылдамдығы 75 метр минут, ал Серік 75 метр минут жылдамдықпен жүрді. Енді бұда жолды табуымыз керек. Ол үшін 75-тен 70 азайтамыз. 175-тен азайтамыз 75-ті. Сонда 100 болады. Енді 100 метр минут арасы. Енді ол 100-ді 2-ге көбейтеміз. 100 көбейту 2.
сонда бізде 200 болады. Жүрген жолы 200-ге тең. Ал енді мына есепте серіктің жылдамдығы x болсын делік, 75 азайту x бір бағытта қуып жету қозғалысының жылдамдығы, 75 азайту x көбейту 2 арман мен серіктің бастапқы арақашықтығы, енді 75 азайтылған x көбейтілген 2 тең 200 дейді. Осы есептен теңдеу құрылып тұр. Енді осы теңдеуді жалғастырып шығаруымыз керек. Ол үшін біз алдымен жақшаның ішін сол күйінде жазамыз. 75 азайту x деп тең дейміз да. Мына жерде 200 тұр ғой. Мына 2 көбейту болып тұр. Көбейтуге керамал әр қашанда бөлу. Мына көбейту 2-ні теңдіктің оң жағына бөлу таңбасы арқылы өткіземіз. Сонда 200 бөлу 2 болады. Енді 75 азайту x-ті сол күйінде жазамыз тең 200-ден 2-ні бөлсек 100 болады. Енді осыдан x-ті табайық. 75 азайту 100. X-іміз 75-ке тең. Есебіміз шықты. Келесі есепке теңдеу қарастырсақ, келесі есепті қарайық. Сызба бойынша есеп құрастыр және осы теңдеуді құрып жаз дейді. Қараймыз. Мотоциклшы 30, суретте мотоциклшы ғой, 30 км/сағат жылдамдықпен жүреді дейді. Ал енді велосипедші дейді, мына велосипедшінің жылдамдығы қандай? 15 км/сағат. Бастапқы арақашықтығы, екеуінің бастапқы арақашықтығын көріп тұрмыз, міне 60 км болады. Енді мотоциклшы велосипедшіні қанша уақытта қуып жетеді? Қанша уақытта қуып жетеді? Енді осын табу үшін былай жасаймыз. Уақыт бізде x болсын. Уақыт x болсын. Енді жақындау жылдамдығы, екеуінің жақындау жылдамдығы 60 бөлу x болсын. Ал 30 жылдамдықтарын азайтамыз ғой. 30 азайтылған 15 тең 60 бөлу x. 15 тең 60 бөлу x. Осыдан x-іміз тең 60-ты 15-ке бөлеміз. Тең болады 4-ке. Жауабы бізде 4 сағат. Келесі есеп көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. Мына жерге жазып алайық алдымен. 1 килограммда қанша грамм болатыны? 1000 грамм болады. Енді 8 килограммың 8000 грамм. 8 килограмм 558-ің 8558. 9 граммың 9000 миллиграмм. Келесі 14 килограмм 40 граммың 14040 болады. 250 килограмм 256000. 4 грамм 3 миллиграмм 4003 миллиграмм. 10 килограмм 687 грамм 10687. 35 килограмм 35000 грамм. 3 грамм 30 миллиграмм бізде 3030 миллиграмм. Келесі есеп. А және Б кенттерінің арасы 40 км бір уақытта. А кентінен жылдамдығы 80 км/сағат жеңіл көлік, ал Б кентінен жылдамдығы 60 км/сағат жүк көлік жолға шықты дейді. Енді қанша сағаттан кейін жеңіл көлік жүк көлігін қуып жетеді? Біз бұны былай жасайық. Жылдамдықтарын азайтамыз. 80 азайту 60 тең 20. Бұл бізде жақындау жылдамдығы. Енді осыны 2 сағатқа көбейтеміз жолды табу үшін. 20-ға бөлеміз. 20-ға бөлеміз. 40-ты 20-ға бөлеміз. Мына жолымызды мына жылдамдыққа бөлеміз. Сонда бізде уақыт шығады. 40 бөлу 20. Уақыт, сағат. Енді 2 сағаттан соң жеңіл көлік жүк көлігін қуып жетеді деген сөз. Келесі А нүктесінен жеңіл автокөлік 80 км/сағат жылдамдықпен шығады.
ал Б пунктінен дәл сондай А нүктесінен жеңіл автокөлік 80 км/сағ жылдамдықпен шығады, Б нүктесіне 60 км/сағ жылдамдықпен шығады. Енді егер олар 2 сағаттан кейін кездесетін болса, онда олардың арақашықтығы қандай деп кері есеп құрастыруға болады. Келесі мына өзендердің Қазақстан аумағындағы және жалпы ұзындығын табуымыз керек. Шу өзенін қарайық. Шу өзені міне жалпы ұзындығы көкпен белгіленіп тұр. Бұл бізде 1186 дейді. Ал Қазақстандағы ұзындығы бізде 600, 700, 800 екен. 800 жазайық, 800 деп. Келесі, Жайық өзенін қарайық. Жайық өзенінің жалпы Қазақстандағы аумағы мына жерде көрсетіліп тұр, 1082 дейді. Ал енді жалпы ұзындығы 2000 неше келіп тұр? 2000, мына жер 600, 700, 2700. Келесі, Тобыл өзені. Тобыл өзені 1591 деп тұр. Енді Қазақстандағы аумағын табайық. Қазақстандағы аумағы 700 деп алуға бола ма? Иә, жоқ, 850 деп алайық. Өйткені ол Шу өзенінен ұзын болып тұр. 850. Келесі, Есіл өзені. Есіл өзенінің жалпы ұзындығын табайық. 2400 деп алсақ болады екен. Болды, осымен сабақ аяқталды. Каналымызға тіркеліп, лүпіл басып жіберіңіздер. Сол кезде 88-ші сабақты шығарамын.